Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабақта домбыра үйренудің құпиясын айтатын болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Домбыраны оңай әдіспен үйреніп кетуге болады. Домбыраны мына сандар арқылы үйреніп кетуге болады. Яғни 1, 2, 3, 4 деп санап табасыздар. Мына домбыраның пернелері арқылы санап табасыздар. Мысалы, мынау бірінші перне. 19 пернесі бар. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай санап табасыздар. Мысалы, мынау домбыраның үстіңгі шегі, мынау астыңғы шегі. Үстінен астынан санайсыздар. Мысалы, мынау үстінен мысалы 5-ші перне дейік. 1, 2, 3, 4, 5. Астынан 7-ші перне. Қарама қарсы астында да 5 болады, мынау 7. Мысалы, 5 пен 7-ні ұстадық. Төмен қағамыз мысалы. Немесе жоғары. 5 пен 5. Мысалы 5 пен 3. Үстінен 5. 1, 2, 3, 4, 5. Астынан 1, 2, 3. Міне. Барлық перне бірдей міне. Сызықтар арасын бөліп жатыр. 5 үстінен астынан 3. Мысалы төмен қағыс. Немесе жоғары. 2 қағыс беріледі. 5 пен 7 деген сияқты. 8 пен 7. Солай сандар рет-ретімен кете береді. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дәл солай. Солай сандар арқылы санап табасыздар. Ал енді үйреніп алыңыздар. Қиын емес. Домбыра үйренудің құпия әдісі осы. Сосын домбырада мынадай әндерді тартып отыруға болады.